Қазақша айтыңызшы. Қазақша айтыңызшы. Неме деп тұрсыз маған? Неме жоқ. Я вам говорю, не снимайте меня, я вам право, если на вас могу в суд подать за то, что вы меня снимаете. Я вам разрешала. Қазақша айтыңыз. Я вам Қазақша айтыңыз. разрешала. Заң бойынша міндетті. Ага. Мені қуып жатырсыз ба? Бүкіл Қазақстан, қазір мен тікелей эфирде отырмын. Бүкіл Қазақстан қарап отыр. Қараңыздар. Мені кезекші дүкеннен мында фикс прайс деген. Білмеймін, мынау не шығар? Жүйе шығар фикс прайс. Меня снимаете, я на вас Тікелей эфирде тұрсыз. Мінекей фикс прайс дүкені. Фикс прайс дүкені. Қазір айтам счастье, да? Мінекей тұр. Қазақстанда қазақша қызмет көрсетпейді. Мені қуып тұр. Айтып тұр, мен сізді сотқа берем деп. Бүкіл Қазақстан қараңыздар. Мінекей, мынау бізде фикс прайс дүкені, Павлодар қаласы. Я не понимаю ваш казахский язык, я не обязана. Но мы не обязаны. Почему мы обязаны? Согласно закону о правах потребителей. Вот мы русские, вы с нами тоже обязаны на русском разговаривать. Правильно? Что да, это на то пошло. Русский и обязана по-русски – это нацизм. Это нацизм высшей марки. Мінекей, мына говорю, нацистка, она, я русская, со мной обязаны говорить на русском языке. Мынау нацизм. Ол айтып жатыр, я русская, вы обязаны со мной говорить на русском языке. Мінекей қараңыздар. Министрлер, нелер барлықтары. Қараңыздар. Қазір 102-нің маған шақырайын деп жатыр, шақырып жатыр. Көреміз тікелей эфирде. Тұрамыз неме болатын. Қараңыздар. Я русская. Қараңыздар. Бүкіл Қазақстан көріп отырыңыздар. Я русская, говорите со мной. Павла 35 выйти. Здесь у нас женщина начала нам претензии, что мы с ней разговаривали на казахском языке. На весь магазин истерику устроила. На русском языке, на казахском, на русском. Кто-то истерику устраивает нам. Қандай истерика? Дәлелдеңіз қандай истерика? Фикс прайс. Что-то нам тут доказывают, что мы ей обязаны, не обязаны. Весь магазин стоит здесь, возмущается. Я заведующий магазина. Керемет. Қазір көреміз, полиция неме дейді екен, келіп. Ваша фамилия? Қазақша сұраңыз, Вот она стоит на своем, вы усирается здесь. Қазақша маған айтыңыз, неме керек? Истериканы дәлелдеңіз. О, дұрыс айтыңыз. Дұрыс айтасыз.